Әлеуметтік желіде пікір қалдырғаныңыз үшін сотталуыңыз мүмкін бе? Қарапайым сөзбен түсіндіріп көрейік. Қысқаша айтқанда яғни әлеуметтік желідегі комментарий үшін сотқа шақырылып қана қоймай, айтарлықтай жазаға тартылуыңыз да мүмкін. Сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестрінде 2020 жылы Қылмыстық кодекстің 174 бабы бойынша 57 құқық бұзушылық тіркелген. Үстіңізден әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты тудыру бойынша іс қозғалса, 2000-нан 7000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл салынуы не 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығыңыз шектелуі не сол мерзімге бас бостандығыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Біз араздықты қоздыру бойынша қолданыстағы эксперттік әдістеме авторларының бірі Рахила Қарымқасовадан пікір де алған едік. Рахила Дәулетбайқызына Қылмыстық кодекстің 174 бабы бойынша жауапкершілікке тартылған тұлғалардың адвокаттары жиі хабарласатындықтан, ол мұндай қылмыстық істердің алгоритмімен жақсы таныс. Қылмыстық кодекстің 174 бабы бойынша тергеу кезеңдері. Алдымен тергеуші қылмыстық іс қозғайды. Содан кейін сот сараптама институтына жіберіліп, сот психологиялық, филологиялық сараптама өндірісін белгілейді. Сот сараптамасы бекітілген эксперттік әдістеме бойынша жүргізіледі. Содан кейін сараптама қорытындысы тергеудің айыптау актісі мен соттық айыптау үкімінің негізі болып саналады. Қазақстандағы адам құқығы және заңнамалықты сақтау жөніндегі халықаралық бюро кеңесінің төрағасы Евгений Жовтистің айтуынша, бұл бап бойынша адамды жауапкершілікке тарту үшін араздықты тудыру, соны насихаттау, күш көрсетуге шақыру, тағысын тағы екенін көрсететін нақты дәлел керек. Алайда жоғарғы соттың нормативтік қаулыларынан да, басқа комментарийлерден де әлеуметтік және ұлттық араздықты тудыру дегеннің анықтамасын таба алмайсыз. Әлдекім әлденені жазады, байқамай немесе әдейі. Әрі қарай мемлекет жұмсақтап айтқанда ішінен әлдебірін іріктеп алып, әлдекімді жазаға тартады. Тіпті әрекет тұрғысынан ешқандай салдары болмаса да. Евгений Жовтис. Ақталуыңыз мүмкін бе? Статистикаға және жоғарғы соттың мәліметіне сүйенсек, Қазақстанда ақтау үкімдері аз. Дегенмен мүлдем жоқ деуге де келмейді. Мұндай істер біз талдап отырған бап бойынша да кездеседі. Мәселен, Кетпен ауылының мектебінде болған жағдайға байланысты Facebook және ВКонтакте желілеріндегі жазбаға пікір білдірген үшін 4 адамның үстінен қылмыстық іс қозғалған. Комментарийде желі қолданушылары қайда және не жағдай болғанын сұраған. Әділет министрлігінің сарапшылары сотталушылардың комментарийлерінде ұлтаралық араздықты қоздыру белгісі бар деп тапқан. 2017 жылдың 25 қазан күні Алматы облысының Ұйғыр аудандық сотында Қылмыстық кодекстің 174 бабының 1 тармағы бойынша ақтау үкімі шығарылған. Сонымен қатар, судья осы істі тергеген тергеушілерге қатысты желі қолданушыларын заңсыз қылмыстық жауапкершілікке тартқан үшін жеке қаулы шығарған. Яғни, ақталуыңыз да мүмкін. Дегенмен, 174 бап бойынша іс қозғалу үшін жай ғана бір жазбаға комментарий қалдыру жеткілікті екенін естен шығармаңыз.